Баршаларыңызға қайырлы күн. Аминаның бір күндік атты рубрикасына қош келдіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Қызықты сәттерді бірге өткіземіз. Так, мына кіреберістегі прихожка. Прихожканы былай ашаң, іші деген топка ойбай, адам көргісіз болады. Осыны жинаймыз. Ана жақта не жоқ. Шүкір Алла дейма, бәрі бар. Қазір осы витті көріп алыңыздар. Жинайтын боламыз бірге. Мына газ тұратын жер ғой. Бешілкінің тұрғанды сәтсе. Таңғы асты қыздарға беріп болып, сүт көжелерін топ күні жинауға кірістім. Топ көй алаңсыз бәрін таға берген ғой. Не бар? Аяқ киім бар, мана қолбақтар, папаның жұмысынан құмгөлден келген қолбақтарда бір сумка берген, соны қоя салдым. Әже маманың сумкасы да жүр. Барлығын шығардым. Бәрін реттестіріп жинастырдым. Сүттің коробкасы бар ма, не бар, не жоқ. Үйде қанша адам бар, сонша адам. Аяқ киімі осы топкының ішінде, тіпті рачки, вермишель, ұндардың барлығын біз қаппен осы жаққа қоямыз. Bir жағынан негізі бұл газ тұратын жері ғой, бір жағынан ыдыс аяқ тұрады. На стене газ тұрады, потом жаңағыдай темір пеш тұрады бұл жерде. Аяқ киімдердің таусылатын түрі жоқ қой, келмейтін аяқ киімдердің барлығын пакетке салып құрттым. Үйде қанша адам бар, сонша адамның басында екі аяқ киімнен бар ғой. Соның барлығын пакетке салып құрттым. Желінбейтін көршілердің барлығын сарайға шығарып тастадым. Сөйтіп барлық мусорларды барлығын құрттым. Мына жерде ұн және күріш бар. Біз алдында дарат деген ұн алған болатынбыз. Ол көз болып дұрыс піспей, қайттан 500 сорт ұн алып, екеуін араластырып елеп жүрмін. Осылай жамал жинағандай болдым, бірақ наяғым ыбырсыватыр. Арасында бір суретке түсіп қойыншы, өз-өзіне көрсетіп суретке түсіп қойған жайым бар. Осыға келмейтін киімдерді, бушлактарды төбеге жұттың арасына жинауға бер жердің. Аяғымның астынан налар да жүр ғой, оратылып ше. Қызым маған не айтып тырысып тұрған нәрсе деп маған ұрсып тұр. Қалған сумка, киілмейтін рабочий киімдерді сарайға апарып тастадым. Дала деген бізде әлі әппақ қар енді еріп жатыр. Қыс болмайды деп қыс мәсіған деді ғой, қыстың көкесін көрсетейін деді ғой. Өстіп сарайға әкеп киілмейтін киімдерді жайғастырдым. Мына жерде бізде стеллаж сараш, темір, тесек, анау-мынау заттар тұратын жер. Мына жерде дарт деген уже мен кіріп кетсем болды, артынша кіріп бүлдіріп үлгіріп жатыр ғой. Бала дегене. Барлығын жинап болғаннан кейін мусорларды өртейтіндерді далаға шығарып, өртейтінге апарып тастадым. Енді полын жуалайын деп мына шелекті былай шығасам, балдар деген жағаласып ұстайды ғой. Мына жерде мен шымтықаның уын салып қоямын ғой. Сондықтан ванна бөлмеден шығармадым. Осының өзінде аяқтың астында көріп тұрғандарыңыздай оратылып жүр. Наконец-то біттім. Кто молодец, я молодец. Молодец. Ай, Алла. Біттім, құрсауым. Мынақта шама ыдыстар тұрады. Оны бұны қаппен сондайда тұратын жер ғой. Аяқ киім керек. Киілмейтін онша аяқ киімге тұрады. И қаз тұрады. Жегесін тамақты осылай жеу керек. Жатып ап, рахаттан. Ya Darayana ya.
Уже топканы жинап болам дегенше обед түстен кейін уақыты болды. Бестін жайнап пирожки пісірейін деп. Десіз капустамен пирожки пісірейін дедім. Картошка, капуста және кешеден қалған күріш тамақ ысырап қылмай мен соны пирожки қылып қосып жіберемін. Мына жерде бірінші капустадан істедім. Жуамен сәбізді және капустаны шала қуырып аламыз. Потом пирожки ретінде істей береміз. Кәдімгідей қамырын нанға илегендей қылып мен істей берем. Қолыма мән бермеңіздер. Ол қанша жусам да кетпейді. Ол сондай өзі бояу. Ар жағымда отырған қайным, ол да келіп, онда бір жана обедін беріп, бір жана өзім пирожкиімді кешкі тамақты бестің шайына жайғастырдым, дайындап. Жақта картошканы де қайнатып қойдым. Қара қазаныма мән бермеңіздер. Оның да бір күні туат, жуып алатын. Қолын тиінде бір дұрши бір күнді арнау керек болып тұр ғой оған. Ең бірінші мама қазір шырақ жағады. Сонымен жеті нан пісірейін деп шелпек пісіріп бердім. Жеті шелпек. Бірінші кезекте соны пісірдім. Уже қыздар деген қарындары ашып шыдамай жатыр ғой. Мен де алайын, жей берейін деп мен тұратыр шамалы шыда деп қоймай жатырмын ғой. Жұмыстар ауыр. Ұқтап қалады. Берілмейді осаған. Жеті нанды пісіріп болғаннан кейін жаңағыдай капуста мен пирожки істеуге кірістім. Осылай апыр-тыпыр, осылай ғана кішкентай алып жайып жіберіп, ортасына салмасын салып, екі жағын бүктеп жабасыздар ғой. Кейбір келіншектер, білмейтін келіншектерге айтып жатырмын. Былайша қазір барлығы ютубта толып тұр ғой. Кешегіден қалған күріш ысырап болмасын деп мен осылай бұрыш жуа қосып, кешеге қалған күрішті де осылай пирожки ретінде істеп жіберем. Оны менің балдарым жақсы жейді. Тамақтың обалына қалмайсыз зато. Мінекей мен жеті шелпегіме жаңа пирожкимді шамасын түсіріп үлгірттім. Мына жақта әлі пісіріп жатырмын. Картошкам әлі қайнап жатыр. Күріш болса қамыр. Уже картошкам де дайын болды. Десіз картошкамен де пирожки істедім. Бір жағына күйеуім де жұмыстан келіп үлгерді. Өйтіп бүйтіп кешке бірақ шықтық қой кухняма. Мені сағынбаңдар. 7 сағаттан кейін кездесеміз деп есікті жауып кетіп қалдым. Жуынып, шайынып, балдарды жатқызып, ұйықтадым. Баршаларыңызға қайырлы түн. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.